сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сіздермен видео жазба тақырыбымен танысатын боламыз. Музыка қосылады, бірді айтамыз, екі шапалақтаймыз, үшті вау деп бірге айқайлайтын боламыз. Жарайсыңдар, ал енді бізде конверт әдісі. Бұл конвертте бізде 4 сұрақ берілген. Ал енді конвертті ашып оқитын боламыз. Бірінші конверт. Видео жазба дегеніміз не? Видео түсіріп көрдің бе? Видео дегеніміз не? Сен қандай видеоларды көресің? Бәріміз бірге ойланып жауап беріп көрейік. Жарайсыңдар балалар, сұрақтарға дұрыс жауап бердіңдер. Енді тақырыбымызды ары қарай жалғастырайық. Видео жазба бұл бейне мен дыбыстың қосындысы арқылы жасалған жазба. Яғни біз камера немесе телефон арқылы бір оқиғаны, әңгімемізді немесе құбылысты түсіріп аламыз. Видео жазба көрген адамға ақпаратты көру және есту арқылы жеткізеді. Мысалы, туған күннен естелік түсіру, табиғатты бейнеге жазып алу, қысқа әңгіме айту бұл бейне жазбаға жатады. Біз осы түсірілген видеоларымызды монтаждай аламыз. Ол үшін бізге видеопад керек. Видеопад бұл компьютерлерге арналған бейнемонтаж жасау бағдарламасы. Оның көмегімен біз бейнені қиып қысқартуға, сурет, әуен, жазу қосуға, дайын бейнені әдемілеп сақтауға және көрсете аламыз. Яғни видеопад бейнені өңдеп, оны қызықты әрі көркем етіп жасайтын құрал. Ал енді балалар, түсінгеніміз бойынша тапсырманы орындап көрейік. Компьютерге отырамыз, қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Видеопад қосымшасын жүктейміз, интернеттен табиғат туралы видеоролик аламыз және оны видеопад арқылы жүктейтін боламыз. Ол үшін видеопадты жүктейміз, оған бейнені жүктейміз және плюс арқылы видеоны үлкейтіп, оған музыка, мәтін, сурет қоса аламыз. Жарайсыңдар, ал енді осы видеоны, біз жүктеген видеоны, біз өңдеген видеоны қарайық. Және бәріміз бірге салыстырып көрейік. Дұрыс айтасыңдар балалар. Табиғи таза жүктеген видеода тек табиғат қана, ал біз өңдеген видеода музыка, әуен және мәтін бар. Ал енді орнымыздан тұрып бір сергіту сәтін жасайық. Жарайсыңдар балалар, бір сергіп алдық. Ал енді сабақтың соңында бүгін біз ұнады, қажет, пайдалы, білдім, үйрендім, қызықтым, есте сақтадым сөздерін қоса отырып, бүгінгі сабақтан не үйренгенімізді айтатын боламыз. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақтарға жауап берейік. Сіңдер балалар, ал енді бүгінгі тақырыпқа байланысты сөздерді бірге тауып көрейік.
Жарайсыңдар балалар. Келесі сабақта кездескенше.